Пошта маркаларын алғашқы болып британдықтар пайдаланған. 1896 жылы Англия Занзибарға қарсы соғысты 38 минутта жеңген. Тамыздың соңғы күні Лондондағы Темза өзенінде резеңке үйректер арасында жарыс өткізіледі. Англия үстел теннисінің отаны. Бастапқыда тордың орнына кітаптар пайдаланылған. Шай Ұлыбританиядағы ең танымал сусын. Шай ішу дәстүрі 18 ғасырдан бері жалғасып келеді. Бір таңқаларлығы британдықтар негізінен пакеттегі шайды ішеді. Британдық патшайым кеден мен багажды тексеруден кедергісіз өтіп, төлқұжатсыз саяхаттауға құқылы. 1832 жылға дейін Англияда тек 2 университет қана болған, ол Оксфорд және Кембридж. Англия мен Франция арасын автомобильдер мен пойыздарға арналған су асты туннелі байланыстырады. Англияның спорт тарихы өте бай, онда футбол, ат жарысы және регби пайда болған. Уильям Шекспир ағылшын сөздігін 1700 сөзбен толықтырған. Мысалы, gossip, bedroom, fashionable, alligator секілді сөздерді Шекспир енгізген. Лондон ай шолу дөңгелегі Еуропадағы ең үлкен аттракцион болып саналады. Римдіктер 43 жылы Ұлыбританияны басып алғаннан кейін Лондонның негізін қалаған. Ол кезде қала Лондиниум деп аталған. Гарри Поттер кітаптарының авторы Джоан Роулинг әлемдегі алғашқы миллиардер жазушы. Англияда және бүкіл әлемде кітаптардың 400 миллион данасы сатылған. Гарри Поттер кітабы әлемнің 55 тіліне аударылған. Оның ішінде ежелгі грек және латын тілдері де бар. Ұлыбританияға Тұманды Альбион атауы тұманның көптігінен емес, оңтүстікте орналасқан Довердің ақ түсті жартастары үшін берілген. Көргендеріңізге рахмет. Арнаға жазылып лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.